Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі айтылатын әңгіместерге ұнайды деген ойдамын. Пікір қалдырып, жүрекшен баса кетсеңіздер. Ал әңгімемізді бастайық. Қаңтардың алай-дүлей бораны ысқырып тұрғанына бүгін 3-ші күн. Қалаға қарай жүретін жол жоқ, жабылып қалған деп ауыл адамдары тым-тырыс отыр. Қорадағы малына қарап, бет қаратпайтын боранмен алысып, құдықтағы қатқан суды ертіп, сонымен-ақ күндер өтіп жатыр. Бұл күндері мектепте де боранға байланысты жабық. Бала шаға шулап үйде қамалып отыр. Боранды күні бала құтырады демекші, іштері әбден пысқан, интернет желісі де ұстамайды. Үйдің опай-топайын шығарып барады. Сырттан кірген әкелерінен сескенбесе, қой дегенді тыңдайтын емес. Бір бұрышта терезеге үңіле қарап отырған Рабиға арасында балаларына айғайлап ұрсып қояды. Баста ұрттыңдар ғой, отырсаңдаршы тыныш, деді зекіп. Оны тыңдаған ешкім жоқ. Демалыс күні абысыны екі ұлын әкеп тастаған. Тойға барып келейік, өзімізше бір баласыз қыдырайықшы деп кеткен еді, әлі жоқ. Өз баласы аздай, оларды қосылып шулап жүр. Енесі бөлмесінен шығып, мыналар адамға тыныштық бермеді ғой, көзімді бір іліп алайын деп едім, деп сөйлеп жүр. Рабиға сағатқа қарап, кешкі сағат астың қамына кірісті. Қасына енесі келіп көмектесе бастады. Апа, өзім-ақ тындырамын ғой, демала берсеңші деді. Қайдағы демалған? Мыналар миымды шағып жіберді. Наныңды жайып берейін, етіңді қуыра бер деп, онға қолын созды. Рабиғаға қарап, байқатпай қарап қояды. Келіннің жүзі сынық, көңілсіз. Жаны ашып қасында жүр. Рабиға арбаға таңылған, өздігінен жүре алмайды. Отырғанына 5 жылдан асып келді. Енесінен, кеуінен қысылғаннан үйдегі жеңіл-желпі жұмыстарды атқарады. Газдың түбінде тұрып ет қуырып, тамақты істегені, ыдыс жуғаны болмаса, бұл үйдің барлық шаруасы кеуінің мойнында. Қонақ келетін кезде абысындар көмектеседі. Онда да сол енелерін сыйлап келетін болар. Атасы өмірден өткеніне 2 жылдан асып барады. Дастан екеуі қосылғанына 10 жылдан асты. 2 ұл, 1 қыздары бар. Рабиға мектепте бітірген жылы тракторға отырғызып алып қашқан. Трактористтің әйелі боласың, қорықпа. Аман болсам комбайнды да сатып алам, деп май-май қолын шалбарына сүртіп, ыржия күлген Дастан келіншегін трактормен әкелгеніне түк намыстанбаған еді. Ауылда өскен мектеп күзетшісінің қызы Рабиға да қарсылық білдірмей қалған. Келгеннен үй тірлігін үйіріп алып кетті. Ерте тұрып сиыр сауып, нан ашту, қазан-қазан тамақ істеп, бітпейтін қонақ күту Рабиғаны қорқытқан жоқ. Енесі де шаруаға пысық адам, қашан болсын келінің бір жағында жүретін. Дастаннан кейін қайнысы үйленіп, өздерінше бөлек кетті. Қайын сіңлісі де тұрмысқа шықты. Бір тойдың артынан бір той, күнде жиын болса да, Рабиға шаршамайтын. Енесі де мақтап, Құдайға шүкір, барлығы Рабиғамның арқасы, әйтпесе мен барлығына қайдан үлгерейін деп отыратын. Бақытты күндер дүниеге келіп жатқан балалардың қызығы, жалындаған жастық шақтың қызықты күндері аяқ астынан бір күнде үзілген еді. Тракторды лыққа толтырып шөптеп алған Дастан өз жөнінен кетпей қасына Рабиғаны ертіп алады. Мына шөпті қойшыға апарып тастайын, қайтар жолда жантасының үйіне кіріп шығамыз. Әсемді көргің келмейді ма деді. Құрбысын көптен бері көрмеген Рабиға келісе кетеді. Балаларды қайтеміз, кішкентай жылап қалады ғой дегенде, апам бар ғой, бағып жүрген баласы неге уайымдайсың дейді. Екеуі тракторға отырып алып ауылдан шығып кетеді. 1 сағатқа жетер-жетпестен күн бұлттанып, арты жаңбырға ауысады. Лездемде жол балшық айналып, трактордың жүрісі баяулай береді. Қойшының үйіне жақындап қалған тұста биік жоталау жер болады. Өрге қарай жүрген трактор артқа тартып, жолдың балшығы езіліп, салмағы ауыр болды ма, бір жағына қарай қисайып, шөбімен қоса аунап құлайды. Жай құламай артқа қарай жұлқи тартып төңкеріледі. Секір, секір деп Дастан Рабиғаны есікті аша итереді. Есі шыққан Рабиға сыртқа секіргенмен жерге оңбай құлап, есінен танып қалады. Артынан секірген Дастан да бірден орнынан тұрып кете алмай жатып қалады. Жаңбыр болса себелеп әлі жауып тұр. Алыстан трактордың дауысын естіп күтіп тұрған болса керек, төбеден көтеріліп көзге көріне қоймаған тракторды іздеп, қойшы жолға шығады. Бір жағына қисайып аударылған трактор сыртта жатқан Дастан мен Рабиғаны көріп көмекке келеді. Міне сол төңкерілген кезде Рабиға жерге дұрыс құламай, аяғы сынып ауруханада ұзақ жатып қалады.
Дастан да біраз жарақат алғанмен ол тез тұрып кетеді. Рабиғаның оң аяқ сүйектері сынып ота жасалады. Сүйектерді қатыру үшін темір салынып, оны 1 жылда қайта алып әбден жаны қиналады. Ота сәтсіз өтті ма, өзі әлсіз болды ма, аяғынан қайтып тұра алмай, екінші аяғы қосу ауырып, мүгедектер креслосында отырып қалады. Өзін кінәлі санаған Дастан әйелінің асты үстіне түсіп, қаратып апармаған жер жоқ. Барлық жағдайын жасап, үйдің де бар тірлігін өз мойнына алған. Енесі де келініне жан ашып, отырып тұруына көмектесіп, балаларына қарайласып, кішкентай қызы енді жүре бастаған, ауыртпалығын сездірмей барынша көмектеседі. Алғаш 1 жылдары анасы да келіп көмектеседі. Айлап ауруханада қасында отырып, үйіне келіп жатып қызына қарайды. Біреуінің үйінде қашанғы жатсын, өзінің де шалы, бала шағасы бар. Кейіннен келмейтін болды. Арасында келіп хабарласып тұрады. Жылына 1 рет ауруханаға келіп жатып, ем-дом алып тұратыны бар. Осылай арада 5 жылда өтіп кетеді. Бұл күндері қыс айларында бөлме ішінде ары-бері арбасымен жүргені болмаса, өзін қамауда отырғанды сезінеді. Ауылдағы той-тымалақ, жиындарға да баруды қойған. Барса елдің барлығы өзіне мүсіркеп қарайтын сияқты. Көбіне Дастанды өзін жібереді. Басында қипақтап, сенсіз жалғыз қалай барамын? Бір түрлі ыңғайсыз екен деп сөйлейтін. Кейіннен үйреніп алды ма? Бармасаң онда маған өкпелеме. Мен келгенше ішің пыспасын деп кете беретін болған. Жылына 1-2 рет ауруханаға барып жатқанда, алғаш жылдары артынан іздеп келіп тұратын. Сені сағындым, қашан қайтасың деп көңіл аулайтын. Кейіннен ол да жоқ, таксиге салып жіберетін болды. Еті үйрене бастаған сияқты. Енді бір әдет тапқан, кейде үйге қонбай қалатын болып жүр. Ондай түні Рабиғада ұйқы жоқ, таңға ояу жатады. Бірақ күйеуіне сөйлемейді, іштен тынып үнсіз отырады. Бір кезде абысыны келді ғой, әйтеуір. Үйдегілермен амандасып болған соң балаларына жинаңдар. Кетейік, апаларың басын аштқан шарсыңдар деді, енесіне қарап күліп. Сонша қайда жүрсіңдер? 2 күн тойладыңдар ма? Деді енесі. Апа, жол жоқ, әрең жеттік ауылға. Әй, бері жүрші, деп келіннің бөлмесіне кіргізіп алды. Не болды, апа? Мына Рабиға неше күннен бері көңілсіз, аузын ашып сөйлемейді. Не болғанын білмейсің бе? Қайдан білейін, сөйлеспедім деп иығын қиқан еткізді. Қайдаға асып барасың? Шай ішіп отырсаңшы, әңгіме айтып көңілін аулап, маған сөйлемейді. Жақсы. Қайнағам қайда? Ол қазір келіп қалар. Әлгі Жарқынбайдың қызы алуға келіп беді? Иә, келген. Қай күні көшеде жүргенін еді, көрдім. Сорлы десеңші. Сол екен ғой, деп екеуі бөлмеден шықты. Бөткіл үйді шулататын абысының балалар екен. Олар кетісімен үйде тыныштық орнады. Кешкі ас ішіліп, барлық жатып қалды. Ұйықтамаған Рабиға ғана. Телміріп Дастанды күтеді. Ол бірақ түнімен келмеді. Ертеңде Рабиға енесімен таңғы шайын ішіп отырып, балалары әлі тұра қоймаған. Мектеп жоқ болған соң асықпайды. Енесі орнынан тұра бергенде, апа, сізге айтар әңгімем бар, деді. Ол тағы не дегенде келініне шоши қарады. Апа, мен кетемін, деді жай ғана. Кеткен несі, қайда барасың? Апа, мен ештеңке білмейді, сезбейді дейсіз бе? Бұдан әрі шыдауға шамам жоқ, кетемін. Қызым-ау, не айтып отырсың? Не болды тағы? Олай маған өтірік әңгіме айтпаңыз. Барлығын білесіз. Балаңыз бүгін үйге келмеді. Түн ұйықтамай таңдатырдым. Маған титтей жаныңыз ашса, маған рұқсат беріңіз, деді. Көзіне сорғылап аққан көз жасына ие бола алмай. Қарағым, рұқсатымды бере алмаймын. Сабырлық сақташы. Мына балаларыңды ойлашы. Оларды қайтесің? Балаларымды тастап кетемін. Оларды асырайтын менде шама жоқ. Сабыр қызым, сабыр. Шаршаған шығарсың. Төркіндетіп баруыңа болады. Көп болып қалыпты бармағанына. Барып демалып бой жазып келесің, деді. Одан әрі тыңдамаймын дегенде ас бөлмеден шығып кетті. Дереу құдағайына қоңырау шалып, Рабиғаның баратынын айтып жатыр. Дастанның шынымен де бұл күндері жүріс көбейген. Оған себеп Жарқынбайдың 2 рет тұрмыс құрған және ажырасып кетіп, қайтып келген қызы Мәрзия. Әкесінен қалған үйде жалғыз өзі тұрады. Өзінен үлкен алғасы қалада тұрады. Бұл ауылға көбінесе ол ағасы келмейді. Өзі де қалаға кеткен, жолы болмай қайтып келді. Ең алғаш осы Дастанды қаладан келе жатқанда көргенді. Жол бойында тұрғанда тоқтай қалып ала кеткен.
Алға жеткенше әңгімелесіп, Дастанға көзі түскен әйел сол жерде телефон нөмірін алып, өзінің жоспарын құра бастаған. Қазір де қасында жатқан Дастанды оятып алмай дегендей үнсіз жатыр. Шошып оянған ол орнынан атып тұрып жалма-жан киіне бастады. Неге оятпағансың, енді қайттым, деп жынданды. Сенің ұйқыңды қимадым, сондай тәтті ұйықтап жатыр екенсің, деді сызылып. Енді мына жарықта үйден қалай шығам? Қап, деді. Ешен кетпейді, жұрт білмейді дейсің бе? Деп қарап отыр. Ой, сен де, деп сыртқа шықты. Енді көшеде ұсап ұрланып келеді. Үйге түк болмағандай кірді де терезеге қарап отырған Рабиғаны көрді. Бөлмесіне кіріп, киімін ауыстырды да тамағын ішпестен тракторын от алдырды да жұмысына кетіп қалды. Келесі күні Рабиғаның анасы келіп қызын алып кетті. Балалар қала берсін, ертең сабақ басталады екен. Алаңдамай демалып бой жазып кел. Қайтатын болсаң айтарсың, Дастанды жіберем, деп енесі шығарып салды. Рабиға енді бұл үйге қайтып келмеспін деп өзіне сенімді болып бара жатты. Дастан кешке үйге келгенде Рабиға жоқ болды. Оны анасынан сұрамады, қайда кеткенін сезіп тұр. Үйге кіргеннен анасы сөйлей жөнелді. Сен осы ұяттан безіп барасың. Мына ел жұрттан ұялмайсың да. Ана Рабиғаға неге жаның ашмайды? Бейшараның жазығы не? Деді баласына тесіле қарап. Апа, әңгімені өзіңіз бастадыңыз, айтайын. Мен тоқал алам дегенде анасы ыршып түсті. Не дейді? Тоқал сенің не етең? Әкең алмаған тоқалды сен аласың ба? Деді. Апа, тоқал алу қазіргі заманда жаңалық емес. Елдің барлығы алып жатыр. Тоқалың анау Жарқынбайдың қызы ма? Көргенсіз мен оны босағамы кіргізбеймін. Апа, ол бөлек тұрады. Анасы өз баласын танымай ештеңке түсінбей біраз қарап тұрды. Оған Рабиға көнеді дейсің бе? Сіз маған көмектесесіз. Не дейді? Деп байқұс ана бетін шымшыды. Қартайғанда маған көрсеткенің осы ма? Жолама маған. Қорықпаңыз, сіз айтпайсыз. Сіз тек Рабиға үйге келгенде қолдау көрсетіп отырсаңыз болды. Сонда кім айтады? Әсемге айтып көндіріп қойдым. Бір-екі күнде қолы босаған кезде Рабиғаға барып келеді. Ал енді көнді делік, содан кейін не істейсің? Мәрзия екеуміз некемізді қиямыз. Менің заңды әйелім болады. Үйге әкелуші болма, босағамды аттатпаймын. Ой тоба, әй шал, мына балаңның қартайғанда маған көрсеткен қорлығын көрдің бе? Деп қабырғада ілулі тұрған шалының суретіне қарап сөйлей бастады. Мені ел жұртқа масқара қылды ғой. Құдаларымның бетіне қалай қараймын? Деп бетін шымшылай бастады. Кешкі тамақ істеу керек екені есіне түсіп, ас үйге бұрылды. Тыңдайтын бала бар ма? Барлығын шешіп, тон пішіп қойған. Төркініне келіп, әке шешесінің қасында отырса да, Рабиғаның көңілі көтерілмеді. Анасы асты үстісіне түсіп бәйек болып жүр. Бүгін не пісіріп берейін, осылай отыра бересің бе? Аздап сыртқа шығып келсеңші, дейді қызына қиыла қарап. Сыртқа шыққанда елге қарайтын менде бет бар ма? Қалаға барып келейікші, дәрігерге қаралым керек. Мына бұрында қайда барамыз? Күн ашылсын кішкене. Барсақ барайық. Келесі күндері боран басылғандай болды. Түске таман үйге Әсем келді. Амандасып, қал жағдайды сұрасып болған соң, үйге қашан қайтасың, деді. Мен енді қайтпаймын. Менің отбасылық өмірім осымен бітті. Ертең қалаға кетемін, деді. Олай айтпа, құрбым. Қалада күніңді қалай көресің? Ағайынға бір күн жақсаң, үшінші күн жақпайсың. Күйеуің бар, балаларың бар, енең де бағыңа қарай алтын адам. Сені кім жіберді, Дастан ба? Енем бе? Деп еді. Әсем төмен қарап, кібіртіктеп барып, не ғой? Дастанның саған айтқан сәлем бар, деді міңгірлеп. Өзім де біліп едім. Осы сен кімнің құрбысысың? Маған әйел болып жаның ашмайды екен. Сені бұдан былай көргім келмейді, мен іздеп келме, деді қатқыл даусымен. Рабиға, кешірші мені. Енді қайтемін? Екеуің ортаңда өлетін болдым. Кешірші, деді құрбысына қиыла қарап. Не дейді Дастан? Не ғой Рабиға? Дастан тоқал аламын дейді, деп тоқтап қалды. Рабиғаның түрі бұзылып, сұрланып кетті. Көзінен аққан тамшылар төгіліп жатты. Екі қолын қысып ерін тістеніп алған. Денесі дірілдеп отыр. Оны көрген Әсемнің есі шықты. Сен рұқсат берсең, әрине. Өзінің батылы бармай мені жіберді. Сенен рұқсат сұрап жатыр, деп отырып қалды. Сөйлемеш Әсем. Қазір бұл жаңалық емес. Екінің бірі тоқал алып жатыр. Қайта сенен рұқсат сұрап алдыңнан өтіп жатыр. Қайтесің енді құрбым? Ажырасып, балалардан айырылып, қалай күніңді көресің?
Әке шешең де жас адамдар емес, шайтан болып кетпейді. Қайта өзіңнің босағаңда бәйбіше болып отыр дейсің ғой, деді тістеніп. Онда тұрған несі бар? Қоғам бұл күндері оған да үйренейін деді. Сенің жантасың тоқал әкелемін десе көнесің бе, деді Әсемге қарап. Рабиға, сен қазір ашуланып отырсың, білемін. Мен ертең келемін, бір жауабын айтарсың деп есікке қарай зытты. Үстелдің үстінде жатқан ыдысты алып бар күшімен қабырғаға лақтырды. Бар күшімен айғайлап жылады, екі қолын жұдырықтап алып, екі аяғын тоқпақтап ұра бастады. Бөлмеге жүгіріп кірген анасы қызын құшақтай қалып, сабыр ет қызым, сабыр ет. Ашуланба, ауырып қаласың деп жұбатып жатыр. Не айтқанын естідіңіз ғой, апа? Тоқал алмақшы. Менің сонда қандай жазығым бар? Сонда рұқсатымды беруім керек пе? Деп анасына қарады. Қызым, басыңа салса көнесің де қайда барасың дегенде Рабиғаның көздері бақырайып кетті. Анасынан оны күтпеп еді. Сендер барлығын келісіп алғансыңдар ма? Менің күйіп жанып жатқан жан дүниемді ешкім ойламайды, деп жылады. 2 күн өткенде Әсем қайтадан келді. Бұл жолы Рабиға жуасып қалғандай болып көрінді. Рабиға, қал жағдайың қалай? Амансың ба? Менің жағдайымда қалай болу керек деп ойлайсың? Дастан сені тастамайды, тастайтын болса ажырасам деп айтар еді. Сен тегі мені қуанттың, деді мысқылдап. Қайтесің енді, басыңа салса көнесің. Құрбым, не дейін? Мен енді сенімен құрбы болмаймын. Мен іздеп екінші келме. Екеуміздің достығымыз осы жерден тоқтасын. Рабиға, сен қатты кеткен жоқсың ба? Рабиға үндемеді. Жарайды, уақыт біремші. Мен Дастанға не деп айтайын? Келісімін берді деп барамын, деп орнынан тұрды. Құрбысына қарай есіктен шығарып жіберді. Сыртқа шыққанда Рабиғаның анасы кешеден бері көнген сияқты. Көнеді ғой, қайда барады дейсің? Дек ашуы басылсын деді. Шынымен ашуы басылсын деді ме? Тек 5-ші күн дегенде Дастан келді. Балаларды өзімен бірге ала келіпті. Балалары апалап, мойнына асылып, қызы еркелеп, біраз мауқын басқан соң Дастан: сендер апаларыңа барыңдар. Апаларың да сағынған шығарсыңдар. Біз сөйлесіп алайық деп үшеуін бөлмеден шығарып жіберді. Өзі жаймен Рабиғаның қасына келді. Рабиға, Әсем айтқандай өзіңнен рұқсат сұрап келдім. Егер рұқсатыңды бермесең, оған да көнемін деп алдына отыра қалды. 2 қолын қыса ұстап еді. Рабиға үнсіз жылап отырып қолдарын тартып алды. Сен де мені түсінші, жаным. Мен сені ешқашан ренжітпеймін деді. Білгеніңді істе, деп тістеніп әрең сөйледі. Рахмет. Үйге қайтсаңшы, сені алып кетуге келдім. Үйге жүрші, деп еді. Бармаймын деді. Дастан бөлмеден шығып кетті, бірақ балаларын қалдырып кетті. Келесі күні Рабиғаны алып кетуге енесінің өзі келді. Қызым, қайтейін енді? Маған да оңай болып тұрған жоқ. Бұл еркектер оңбаған болады екен. Көндіре алмадым. Сенің алдыңда жазықтымын, деп бір жылап алды. Өзіңді алып кетуге келдім. Үйіңе, шаңырағыңа жүрші. Балаларыңа ие бол, деп Рабиғаны үйіне қайтадан алып келеді. Бұл қыз қаншалықты суық, аязды болса, Рабиға үшін де оңай болмады. Ызғарлы қыз қашанғы созылсын, уақыт өтіп көктем келеді. Дастан болса Марзиямен некесін қиып 2 үйдің ортасында жүреді. Басында Рабиғаның қайтып келгеніне қуанса, бұл күндер бір қалыпты. Қайта Марзияға көп барады. Алдағылар да өсектеп болған. Еркектер жағы дұрыс деп қолпаштап жатса, әйелдер жағы Рабиғаға жандар ашып, беттерін шымшып, бізден аулақ деп жатты. Кейбір еркектер әйелдерін Дастан сияқты тоқал алам деп қорқытатынға шыққан. Әсем ғана алыстан бақылап Рабиғаға жоламайды. Құрбысының жолама деген сөзін ұмытқан жоқ. Ыңғайлы бір күнді күтіп жүр. Тоқал деген атқа ие болып, Марзия ғана көңілді болып жүр. Қуанбағанда ше, Дастанды қолына кіргізіп алды. Енді оған бір бала туып берсе болды. Бірақ сол баланы беруге Құдай әлі асықпайтын сияқты. Бұл күндері жұрт бұның атын ұмытқан сияқты. Атын тікелей атамай, ел Дастанның тоқалы дейтін болған. Басында мән бермеген Марзия бір күні бұл сөз құлаққа бір жағымсыз естілетін байқады. Болмағанда ше, Дастанның тоқалы деп кім еркелетіп айтады дейсің? Біреуі аузының айызын қандырып айтса, біреуі кекетіп мұқытып айтып жатқанын естіп қалады. Менің атым Марзия деп қайсы бірмен салғасып жатсын. Көктем шығып күн жылған. Ауыл адамдары көше тазалап, кәдімгі ауыл тіршілігіне көшкен. Марзия да
шарбақтың сыртын жинастырмақ болып көшеге шығады. Көшеде әйелдермен сөйлесіп жүріп келесі көшеге өтіп кеткен байқамай қалады. Қасында тұрған келіншектер бүйірінен түртіп жібереді. Енең келе жатыр, қара дейді. Қайдан шыға келді? Жаңа ғана жоқ еді. Сасқанынан Дастанның анасына иіліп сәлем берді. Менің бірақ келінім бар, ол Рабиға. Әуре болма, қайдан шықты? Деп ашулана сөйледі. Алдымен басыңа орамал тағуды үйрен көргенсіз деп кетіп барады. Мәрзия бұрыласа үйіне жүгіреді. Кешке Дастан келгенде отырмастан анасын жамандай бастайды. Елдің көзінше маған біраз сөз айтты. Апаңа айтып қойсаңшы, мені масқараламасын деді. Енді кәрі кісімен алысып жүрген бе? Өзің бірдеңке қылып тілін таппайсың ба? Деп тоқалына қарады. Менің бір ғана келінім бар, ол Рабиға деді. Мен сонда кіммін? Сен тоқал екеніңді ұмытып қалдың ба? Дегенде шындап ашуланды. Саған тигенде өмірім осылай күрделеніп кетеді деп ойламадым. Рабиға мен ажырас дегенде көнбей қойып едің. Онымен мен қалай ажырасам? Өзің ойлашы. Балаларымның анасы, арбаға танылған адамды тастай алмадым. Одан да оны әлде жақсы көремін дейсің бе? Маған тек ойнау үшін келесің, деп жылай бастады. Тоқалына келгенде өкініп қалған Дастан үйден шығып кетеді. Қашып барасың ба? Рабиғаға барасың ба? Бар, мені қайтесің? Деп соңынан айғайлап қалды. Бағана үйден шыққанда Рабиғамен де сөзге келіп қалған. Мұндай келсе, мынау енді қайда бармақ? Басы қатып тұрғанда қасына ауылдасы Айдар тоқтай қалды. Дастан, неғып тұрсың? Отыр, деді. Қасына отырған Дастанға, тоқалаған қандай екен, ә? Деп ыржая қарайды. Дастан қолын бір сілтейді. Ей, не болып қалды? Жақсы емес пе? Екі қатынның ортасында шалқақтап жүресің, деп қарқылдап күледі. Қайда барасың? Қоймаға тарттық, деді. Кеш батқанда қоймада нең бар? О, тоба. Екі қатының бар, үйге сыймай жүріпсің бе? Деп екі иығы селкілдеп өлердей күлді. Қаптың оңбағанға қайдан тап болдым? Бұл енді бүткіл ауылға таратып мазақ қылатын болды ғой, деп іштей қаны жылып келеді. Ей, су қоймада нең бар? Жүр үйге. Барып 100 грамдатайық деп Дастанды үйіне алып келді. Шай құйып отырған Айдардың әйелі, сенбіде Жұман баласына той жасайды. Шақыру қағазын алдыңыздар ма? Иә, бұйыртса барамыз ғой. Шақыру қағазына кімнің атын жазыпты? Рабиғаны ма, Марзияны ма? Деді. Екеуі бірдей жазып па? Дей бергенде, ей қатын, тыныш отырсаңшы, деді Айдар. Дастан шынымен ойланып қалды. Бұл тойдың өзіне пәле болып жабысатынын сезіп отыр. Айтқандай-ақ келесі күні анасы, Жұманның тойына барасыңдар ма? Деді. Дастан үндемей басын изеді. Мені базарға апарасың ба? Көйлек алмасам кетінім жоқ екен, деді Рабиға. Онда жинал, қазір барайық. Ертең малшыларға кетем, деді. Қуанып кеткен Рабиға тез жиналды. Есіктен шыға бергенде Дастанның телефоны безілдей жөнелді. Қоңырау шалып тұрған Мәрзия екен. Жұман ағамның тойына барамыз ба? Көйлек алуым керек, ақша бересің ба? Дегенде Дастан есіктен шығып келе жатқан Рабиғаға қарады. Көйлекті қоя тұр, кешке барғанда сөйлесеміз, деді Мәрзияға. Мен тойға барамын, бармайсың деп айтшы болма, деп сөзін аяқтамастан телефонды өшіріп тастады. Кешке Марзия Дастанды бірден сұрақтың астына алды. Рабиғаны сүйрелеп базарда не істеп жүрсің? Оны саған кім айтты? Ауылда бірақ базар, таныстарым айтты. Көйлек алыпсыңдар ғой. Иә, тойға киетіні көйлек ал. Тойға сонда мен бармайым ба? Барғың келсе жүр. Мен Рабиға жүрген жерде жүрмеймін. Онда үйде отыр. Тойдан қалып жынды дейсің бе? Олар мені шақырды. Әрбірден соң деп бүйірін тіреп тұра қалды. Сенің осы мінезіңді неге байқамағанмын? Қандай? Айт, қандай мінез? Рабиға мен көп санасасың. Оны күндестік дейді. Екі оттың ортасында қалған Дастан ашуланып, баратын тойыңа бара бер, онда мен бармаймын, дейді. Осындай келеңсіз жағдайда жиі қайталанып Дастан шаршай бастады. Шегіне жеткен мына оқиға барлығына нүкте қояды. Мектепте 4-ші сыныпта оқитын ұлы Жеңіс досымен үйге келе жатады. Алыстан Мәрзия көрінеді. Қасындағы досы Жеңісті түртіп қалып, маман келе жатыр, деді. Ол менің мамам емес. Әкеңнің тоқалы саған мама болмай ма? Деп сөйлеп келе жатқанда Мәрзия қастарына жетіп қалған екен. Жеңіс, балам қайлайсың, деді. Тотығып кеткен Жеңіс жауап берместен алға қарай жүгірді. Үйге жылап кірген Жеңіс шешінбестен төсегіне жата кетті. Баласының мына қылығына Рабиға таң қала. Балам, не болды?
Сені біреу ренжітті ме деді. Анашым, әкемнің тоқалы маған ана бола алады ма? Жоқ, сен менің баламсың. Онда неге маған балам деп сөйлейді? Анашым, сол тоқалды ауылдан қуып жіберейікші. Қой балам, әкең естімесін. Онда біз кетіп қалайық. Қайда барамыз? Біздің үйіміз осы ғой. Анашым, мен тоқал алмаймын, дейді аузы бұртиып. Жаным менің, ақылдым. Алма, тоқал керек емес, деді құшағына тығылған баласының басын сипап. Екеуінің әңгімесін бағанадан келіп тұрған Дастан естіп қалады. Енді сөзге араласайын деген кезде Жеңіс: анашым, осыдан үлкен болып өсейін, мен сені бұл ауылдан алып кетем, дейді. Қамқоршым менің, ақылыңнан айналайын, деп Рабиға баласын кеудесіне қысады. Енді бұл жерде сөзге араласа алмай қалған Дастан бұрылып үйден шығып кетеді. Сол бойда Марзияға келеді. Есіктен кірген Дастанды күліп қарсы алады. Жаным, тамақ дайын, отыра қал. Тамаққа зауқым жоқ, демалайыншы. Жақсы, саған айтатын жаңалығым бар, деп майыса кетеді. Ол не жаңалықтақ? Мына үйімді өткенде сатуға қойып едім, есіңде ме? Өзінің үйі болмаған соң Дастан оған мән бермеген еді. Бүгін сатып алушы табылды. Жақсы бағаға сатылатын болды. Оны сатып қайда бармақшысың? Бірге кетеміз. Қайда? Қалаға. Қалада үй қымбат. Ақшаң жетпейтінін білесің бе? Сені қайтем? Жетпеген ақшасын сен татпайсың ба? Деп қарап отыр. Осы кезде Дастанның төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Бұл қатынға мен осы ақша үшін керек болған екенмін ғой, деп ойлады. Мен қалаға бармаймын. Неге? Деді көздері бақырайып. Шын таңғалып тұрма, өтірік істеп отырма, ол жағы белгісіз. Менің үйім осында ғой. Анамды, балаларымды тастап ешқайда бармаймын. Онда келіп тұрасың да? Деді түк болмағандай. Саған беретін ақшам жоқ. Осында тыныш отыр. Мен саған рұқсат берген жоқ едім ғой. Сенен рұқсат сұрап отырған жоқпын. Бармасаң өзім кетемін дегенде Дастан қандай қателік жасағанын енді түсінді де Рабиғаға жаны ашып кетті. Өзінің алданғанын, енді бұл ауылда Мәрзия өзін тастап кетсе, тағы да өсектің астына қалатынын түсінді. Арада 2 жыл өтеді. Мәрзия ауылдан сол жыл көшіп кеткен. Дастан артынан бармады. Рабиғадан кешірім сұрап, Марзияға жоламайтын айтып уәдесін берген. Сонда да көңілі суып қалған Рабиға бұл күндері Дастанға сенбейді. Барынша тырысып, балдақпен жүруге әрекет етіп жүр. Аяғынан жүріп кетсе, жұмысқа шығатын ой бар. Балалар да өсіп қалды. Ауруханаға келіп, кезекті қаралуға дәрігерге келеді. Сіз негізі мықты әйел екенсіз, дейді дәрігер. Неге олай дедіңіз? Сіздің отырғаныңызды пайдаланып күйеуіңіз тоқал алған ба? Оны қайдан естідіңіз? Айыпқа бұйырмаңыз, өткенде анаңыз айтқан. Неге күйзеліп жүр? Осылай жүре беретін болса жазылмайды. Өмір сүруге неге талпынбайды деп сұраған едім. Я, масқарамды шығарып үстіме тоқал алды ғой. Сіз сонда қалай? Көніп рұқсатыңызды бердіңіз? Көнуден басқа амалым болмады. Балаларымды тастап кете алмадым. Мықты, сіз мықтысыз. Рахмет. Қазір сол сенген тоқалы өзін тастап қалаға кетіп қалды. Сауап болған екен. Қалай шыдадыңыз? Өзіңізді сонша қор қылып. Басыңа салса бәріне көнеді екенсің. Мен көнбес едім. Намысымды таптатпас едім. Сіздің балаларыңыз бар ма? Жоқ. Онда сіз ешқашан мен түсінбейсіз, дейді. Кабинетінде жалғыз қалған дәрігер Рабиғаның қағаздарын толтырып жатып, басын шайқап қояды. Мықты, мықты деп бірнеше рет қайталап қойды. Әңгіменің соңы. Айта кетейін, еркектер тоқал алатын болса, 2 әйелі бір ауылда, бір жерде тұрмағаны дұрыс па деп қалдым. Алақандай ауылда 2 қошқардың басы бір қазанға сыймайды дегенің керіп тұрған сияқты, жер тар, айналып жүре алмайды екен. Бұған қалай қарайсыздар? Пікір қалдыра кетсеңіздер.